Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Салима. Бүгін французша еттің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл ең дәмді және тез жасалатын тағамдардың бірі. Сондықтан жасап қараңыздар. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызды майлап аламыз. Мен картопты осылай жіңішке дөңгелек етіп турап алдым. Турап алған картопты формамызға тегістеп жайып шығамыз. Жайып алғаннан кейін татымына қарай тұз себеміз. Одан кейін майонез жағып аламыз. Пиязды жіңішке етіп ұсақтап турап алып, оны тартылған етімізге қосып, үстіне татымына қарай тұзы мен бұрышын салып, барлығын жақсылап қолмен араластырамыз. Дайын болған етімізді осылай картоптың бетіне қолмен салып жайып шығамыз. Үстіне майонезімізді тегістеп жағып шығамыз. Тағы бір қатар картошкамызды тізіп шығамыз. Тұз сеуіп, майонез жағып аламыз. Оның үстіне қызанағымызды қойып шығамыз. Майонезімізді жағып аламыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді, яғни сырымызды сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Французша етіміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Менің каналымда басқа да тағамдардың рецептілері бар. Менің каналыма тіркеліңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.